бір қатар азаматтардың Қазақстан Республикасының Конституциясына қайшы келетін мәлімдемелері қоғам арасында резонанс туғызып, бүкіл халықтың мазасын алуда. Бұл оқиға еліміздегі құқықтық сана және қоғамдық процестер саласындағы фундаменталды проблемалардың бар екендігін көрсетеді. Азаматтар өздерінің іс-қимылдары үшін нақты заң алдында қатаң жауап беретіндігін сезініп түсінуі тиіс. Құқықтық мемлекет дегеніміз заң және тәртіп. Бұл оқиға еліміздің ақпараттық қоғамдық саласында да терең проблемалардың бар екендігін көрсетті. Азаматтардың мемлекеттік өзін-өзі сезіну мәселесімен ешбір мемлекеттік орган жүйелі айналысып отырған жоқ. Мемлекеттің және шекаралық аймақтардағы ақпараттық қауіпсіздік проблемасы ушығып тұр. Қазақстанда тұратын барлық ұлт өкілдеріне әлеуметтік экономикалық саясат саласында өздерін көрсетуге, бейбіт, лайықты өмір сүруге барлық жағдай жасалған. Сондықтан Қазақстанда сепаратизмге жол жоқ. Біздің ең басты құндылықтарымыз бірлік, ынтымақ, түсіністік. Біз еліміздің барша азаматтарымыздың талап тілегі міне осы. Аманат партиясы фракциясы мүшелері, құзырлы органдар және өкімет бірлесе отырып, келесі қадамдар жасау маңызды деп есептейді. Құзырлы органдар еліміздің мемлекеттік бұлжымастығы мен территориялық тұтастығына нұсқау келтіруге қабілетті жасырын емес топтарға қатысты құқықтық тексеру жүргізіп, олардың тамырына балта шабуы қажет. Халық арасында құқықтық ағарту жүргізе отырып, азаматтардың әрбір сөзі мен ісін құқықтық терең салдары жөнінде ескерту, түсіндірме жұмыстарын жүргізу өте маңызды. Жастар, ересектер арасында қазақстандық патриотизм, мемлекеттік мүдде құндылықтарын уағыздайтын концептуалдық бағыт-бағдар жасау уақыт талабы. Елімізде ақпараттық қауіпсіздік шараларын күшейту, шекаралық аймақтарда Қазақстан мемлекетінің ақпараттық күш-қуатын арттыратын тетіктер жасау маңызды. Азаматтардың қазақстандық мемлекеттік өзін-өзі сезіну мәдениетін қалыптастыру үшін нақты қадамдар дайындалу кезек күттірмейтін мәселе. Аталған мәселелер бойынша шұғыл шешім қабылдап, заңда көрсетілген мерзімде жауап берулеріңізді өтінеміз.